Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте нәзік болып шығатын дәмді сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Лайк басып сохранить етіп алыңыздар. Осы рецептпен беймарал сатылымға шығарсаңыздар болады. Сақтап алыңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жұмсақ сармайымызға қантымызды, жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша ұнға разрыхетілді салып, онта салып жайлап қамыр илеуді бастаймыз. Мен бұл жерде 2 пирогтың қамырын дайындап жатырмын. Сіздерге бір пирогтың рецебін төменге жазып кететін болам. Бізде қамырымыз осылай жұмсақ песочный тесто болып шығу керек. Қолға жабыспайтын, ыңғайлы болады. Столға алып, кішкене жақсылап форма беріп, пакетке салып, жарты сағат холодильникке қойып қоятын боламыз. Мен осы 20% қаймақтан пайдаланамын. Төменге жазып кететін болам қалай екенін. Ыдысымызға қаймағымызды сабаламыз. Қантымызды саламыз, бір ас қасық ұнымызды саламыз. Мен бұл жерде 3 жұмыртқа салғам. 3 жұмыртқа емес, негізі 2 жұмыртқа салыну керек екен. Сол кезде піскен кезде қаймақ бетіндегі начинкасы жұмсап тұрмайды екен. 2 жұмыртқа салсаңыздар жетеді. Осылай формамызға жаңа холодильниктен қамырымызды шығарып, формаға орналастыратын боламыз. Барлық жеріне бірдей етіп тигізіп, жайып болған соң жаңағы дайын болған начинкамызды құйып алатын боламыз. Қойып, жайлап духовкаға салып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пирогты беймарал суытып болып, кейін кесеміз, оған дейін кеспейміз. Қыздар, міне біздің пирогымыз дайын. Беймарал заказ қабылдап сатсаңыздар болады.